Егер де балаларыңыз осылай печеньені тістеп тастаса, оны тастамай, барлығын жинап, мен жасағанымды менімен бірге жасаңыздар. Барлық печеньелерді осылай жинап аламыз. Одан кейін блендерге салып, жақсылап крошка болғанша үгітіп аламыз. Осындай бізде крошка шықты. Енді бір ыдысқа бүкілін салып аламыз да үстіне какао қосамыз. Мен 3 қасық какао қостым. Өзіңіздің қалауыңызша қосасыз, жақсылап араластырып, үстіне май құямыз, одан кейін қасықпен араластырып жүреміз. Маған қасықпен ыңғайсыз болғандықтан мен қолмен араластырдым, осылай жақсылап бәрін майын сіңгенше араластырамыз. Одан кейін картошканы жасаймыз. Мен сопақша картошка жасадым. Өзіңіз ыңғайынша домалақ жасағыңыз келе ме, үшбұрышты жасағыңыз келе ме, өзіңіздің қалауыңызша, фантазияңызға қарап жасайсыз. Мен осындай мінекей сопақша картошкалар жасадым. Осы картошканың бәрін жасап болғаннан кейін үстін сахарный пудрамен безендірсеңіз болады, немесе глазурмен безендіріп, немесе крем жағып істесеңіздер де болады. Өзіңіздің фантазияңызбен қалауыңызша. Мен осылай барлығын картошкаларды жасап шықтым. Осындай бізде картошкалар шықты, дәмі өте керемет. Холодильникке салып қойсаңыздар, ертеңінде күшті болып шығады. Осындай видео ұнаса, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар.